Қалайсыздар менің каналымның көрермендері? Бүгін сіздерге өкпені тазалап, жөтелді тезірек кетіретін сироптың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қараймыз. Жасалу жолы өте оңай және кішкентай балдардан үлкен кісілерге дейін іше беруге болады. Ол үшін алдымен бірінші пиязды алып тазартып аламыз да суға жуып аламыз. Одан кейін майдалап тұрып турайтын боламыз. Үлкен кісілерге 4 қасықтан, кішкентай балдарға 2 ас қасықтан ішуге болады. Осылай турап аламыз және күнделікті бір пияздан свежий қылып жасап тұрып ішу керек. Ары қарай осылай турап алдық. Пиязымызды ені онда аламыз да банкаға салатын боламыз. Осындай кішкентай банка алып, соған бір пиязымызды саламыз да үстіне 2 ас қасықпен құмшекер салатын боламыз. Кәдімгі қант бар ғой, ұсақталған құмшекер, сондай саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз да минимум 4 сағатқа қою керек. Жалпы 8 сағатта толық соғы шығатын болады. Достар, негізі жатарда жасап қойсаңыздар, уже таң ата пайдалансаңыздар болады. Күніне 3 мезгіл, жаңағыдай үлкен кісілерге 4 ас қасықтан, кішкентайларға 2 ас қасықтан ішуге болады. Азанда түсте кешке ішеміз. Өкпені толығымен тазалап шығады. Ағзаңызда вирус, инфекция, бактерия болатын болса, соның барлығын тазалап шығатын болады. Міндетті түрде жасап, тұтынып көріңіздер. Мен балаларға осы сиропты жасап берем. Негізі салат-ковый корень, мукалтин беретін жөтел басталғаннан. Қазір осы сиропты берем, өте жақсы көмектеседі. Уже бір күнде жөтелі басылып қалады. Міне осылай жасап қойдық. Енді мен 3 сағаттан кейін осындай болып шықты. Менде соғы шығады уже. Ем болсын достар, міндетті түрде дайындап ішіп көріңіздер. Пайдаларыңызға асып жатса, мен тек қуанамын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.